Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Байнөлге аймағының бұқаралық радиосы кезекті хабарын ұсынады. Бүгін ақпанның 3-і сейсенбі. Хабардан сіздер: Батыс және орталық аймақтарда қыс жағдайы қиындауы мүмкін. Сыртқы істер министрінің орынбасары қонып сүрінген Амыр Түпшін елшілерді қабылдады. Аймағымыздан біраз азаматтары мемлекеттік орден медальдармен марапатталды. Ым тілінің оқытуы жүрілуде. Аймақтық салық басқармасының бастығы фестиваль Текенайұлымен өткізген сұхбат. Тағы басқа қосымша ақпараттар тыңдайсыздар. Хабарымызды ел жаңалықтармен бастаймыз. Батыс және орталық аймақтарда қыс жағдайы қиындауы мүмкін. Су, ауа райы және қоршаған ортаны зерттеу ақпараттық институты 2026 жылдың ақпан айына арналған жұт қаупінің болжамын жариялады. Бұл болжам 2025-тен 2026 жылдардағы қысқы және көктемгі жайылымдардың сыйымдылығы, шөптің шығымы, ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің орташа көрсеткіштен ауытқуы, сондай-ақ қардың қалыңдығы сияқты деректерді талдау негізінде жасалған. 2026 жылғы ақпан айына арналған болжам бойынша қыс жағдайы еліміз көлемінің 5%-ында аса қиын, 16%-ында жоғары деңгейде, 50%-ында орташа, 17%-ында жеңіл, 11%-ында қиындықсыз, яғни қалыпты деп болжанып отыр. Қыс ахуалы әсіресе Селең, Төп, Бұлғын, Байнөлге, Опсы және Дархынул аймақтарының басым бөлігінде, сондай-ақ Хобты, Завхын, Өбірханғай, Байынқоңғыр, Хенти және Дондығоб аймақтарының кейбір аумақтарында айтарлықтай қиындайды деп күтілуде. Осыған байланысты мал қыстату мен көктемгі шығын қаупі бар өңірлерге ерекше көңіл бөлу қажеттігі туындауда. Сыртқы істер министрінің орынбасары қонып сүрінген Амыр Түпшін Қазақстан Республикасының Монғолиядағы төтенше және өкілетті елшісі Алмас Сейтақыновты және Австралия одағының Монғолиядағы төтенше және өкілетті елшісі Лио Зеңгті жеке-жеке қабылдап, екі жақты қарым-қатынас пен ынтымақтастықтың кең ауқымды мәселелері бойынша пікір алмасты. Кездесу барысында Амыр Түпшін Қазақстан Республикасын орталық Азиядағы маңызды серіктес ретінде атап өтіп, соңғы жылдары екі ел басшыларының қолдауының арқасында Монғолия мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынас пен ынтымақтастықтың белсенді түрде кеңейіп келе жатқанын айтты. Сондай-ақ Монғолия Қазақстан стратегиялық әріптестігін одан әрі тереңдету аясында биыл жүзеге асырылатын жоғары деңгейдегі сапарлар жөнінде пікір алмасты. Өз кезегінде Алмас Сейтақынов екі елдің тарихи, мәдени және рухани мұралар арқылы ежелден тығыз байланыста екенін атап өтіп, стратегиялық әріптестікті нығайту, жоғары деңгейде қол жеткізілген келісімдердің іске асуын қамтамасыз ету, сондай-ақ өзара тиімді экономикалық ынтымақтастықты кеңейту бағытында елші ретінде бар күшін салуға дайын екенін білдірді. Ал Австралиямен қарым-қатынасқа тоқталған Амыр Түпшін Тынық мұхиты аймағындағы маңызды серіктес Австралиямен ынтымақтастықтың соңғы жылдары айтарлықтай кеңейіп, бүгінде жан-жақты әріптестік деңгейіне жеткенін және жаңа сатыға көтерілуге дайын екенін атап өтті. Ол жоғары деңгейдегі өзара сапарлардың нәтижелерін жалғастырып, ынтымақтастықтың құқықтық негізін одан әрі нығайтудың маңыздылығын ерекше атап өтті. Елші Лио Зеңг Монғолиядағы қызметі барысында Монғолия мен Австралия арасындағы қарым-қатынасты нығайтуға, тау-кен өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы, қорғаныс, білім беру және мәдениет салаларындағы ынтымақтастықты тереңдетуге, сондай-ақ екі ел арасындағы байланыстарды жандандыруға ерекше көңіл бөлетінін айтты. Біріккен ұлттар ұйымының шөлейттенуге қарсы күрес жөніндегі конвенциясының атқарушы хатшысы Ясмин Фуат елімізге іссапармен келеді.
Біріккен ұлттар ұйымының шөлейттенуге қарсы күрес жөніндегі конвенциясының тараптар конференциясының 17-ші сессиясына дайындық аясында конвенцияның атқарушы хатшысы Ясмин Фуаттың Монғолияға ресми сапары осы айдың 3-нен 6 күндері өтеді. Бұл сапардың мақсаты шөлейттену, жердің тозуы мен құрғақшылыққа қарсы халықаралық ынтымақтастықты нығайту, сондай-ақ 2026 жылғы тамыз айында Улан-Батыр қаласында өтетін конференциясына дайындық жұмыстарымен танысу болып табылады. Сапар барысында Ясмин Фуат Монғолияның жоғары лауазымды мемлекеттік тұлғалармен, елшілермен, халықаралық ұйымдармен, даму жөніндегі серіктестермен, жеке сектор, ғылыми қауымдастық, азаматтық қоғам өкілдерімен, сондай-ақ балалар мен жастармен кездесулер мен пікірталастар өткізуді жоспарлап отыр. Кездесулерде шөлейттенуге қарсы күресте көп тарапты қатысуды қамтамасыз ету және ынтымақтастықты кеңейту мүмкіндіктері талқыланады. Ясмин Фуат Біріккен ұлттар ұйымының шөлейттенуге қарсы күрес жөніндегі конвенциясының атқарушы хатшысы қызметіне 2025 жылы тағайындалған. Бұған дейін 2018-ден 2025 жылдары Біріккен Араб Әмірлігінің қоршаған орта министрі қызметін атқарған. Аймақ жаңалықтары. Ам тілінің оқытуы жүрілуде. Еліміздің мүмкіндігі шектеулі жандардың құқықтары туралы заң мен Біріккен ұлттар ұйымының мүмкіндігі шектеулі жандардың құқықтары туралы конвенциясының ережелерінде есту қабілеті жоқ азаматтардың ақпарат алу және қарым-қатынас жасау қолжетімділігін арттыру ісі аса маңызды болып табылады. Есту қабілеті шектеулі жандардың ана тілі ымдау тілі. Сондықтан мемлекеттік және қоғамдық қызмет көрсетуші мамандардың олармен қарапайым деңгейде байланыс орнату үшін мамандары ам тілінің негізгі білімі мен дағдыларын меңгеруі қажет деп көрсеткен. Осыған байланысты аймағымыздағы мемлекеттік және үкіметтік емес денсаулық ұйымдарының қызметкерлеріне ымдау тілінің алғашқы сатылы деңгейін үйрету қажеттілігі туындап отыр. Бұл мәселе жөнінде аймақтық денсаулық басқармасы еліміздің мүмкіндігі шектеулі балалары бар ата-аналар қоғамының аймақтық бөлімшесі бірлесіп, Қобда аймағындағы мүмкіндігі шектеулі азаматтарды дамыту орталығына өтініш хат жолдап, кешеден бері көршілес Қобда аймағының мүмкіндігі шектеулі азаматтарды дамыту орталығынан ам тілінің ұстазы келіп, аймағымыздағы мемлекеттік және үкіметтік емес денсаулық ұйымдарының қызметкерлері арасында ам тілінің оқытуын ұйымдастырып жатыр. Бұл жөнінде аймақтық денсаулық басқармасының қалпына келтіру, дәстүрлі медицина мүмкіндігі шектеулі азаматтар ісін жауаптанған маманы Әтина Зұлқарнайқызы былай дейді. Бүгін аймағымызда аймақтық денсаулық басқармасы мен мүмкіндігі шектеулі балалардың ата-ананың кеңес қоғам ұйымымен бірге Қобда аймағының мүмкіндігі шектеулі азаматтардың даму орталығынан арнайы ым тілін үйрету үшін маман шақыртып отырмыз. Ым тілінің алғашқы кезеңдік сабағын бүгіннен бастап жүріліп жатыр. Бұл іс-шарамыздың ең маңызды мақсаты аймақтық денсаулық басқармасының өзіндік қарасты ауруханалардың мамандарын халыққа жалпылай медициналық көмек пен қызмет көрсетуін жақсарту болып отыр. Бұл сабағымызға аймағымыздың біріккен ауруханаларынан Сұмындық аурухана орталығы, ауыл жай орталығының дәрігерлері мен медбикелері қатысып отыр. Бұл іс-шарамыз әр қарай да тоқтамай жалғасын табатын болады. Әр қарай да дәрігерлеріміз бен медбикелеріміздің осы алғашқы кезеңді ым тілін тереңдетіп оқыту жалғасатын болады. Маман жоқ па, бұл не үшін Қобда аймағымен бірігіп жұмыс істеп отырсыздар? Біздің аймағымызда ым тілін үйрететін маманды ұстаздан 2 ұстаз маманымыз бар. Бірақ бізде осы жолы болғанда мүмкіндігі шектеулі балалар ата-анасының кеңес қоғам ұйымы деп айтып отырмын ғой. Төра ағасы Ерлан мырзаның арнайы Қобдадан маманды, мұғалімді шақырту ұсынысын қойдырып, сол кісінің ұсынысы бойынша осы ұстазымызды шақыртып отырған жайымыз бар. Бірден осы ұстазымызбен бүгін алғашқы кезеңін үйреткен болсақ, келесі жолда
тереңдетілу сабағын осы ұстазымызбен жалғастырып 1 жылдың ішіндегі осы мамандарымызды жетілдіру жағынан жұмыстайтын боламыз. Аурухана мамандары 16 маман қатысып отыр. Ең маңызды мәселеміздің бірі болып отыр ом тілін. Мысалға айтып өтетін болсақ, ом тілін қазақша, моңғолша деген 2 тілде болады. Енді біздің мамандарымыз көбінде моңғолша үйреніп жатыр. Ата-аналарымыз да осындай мүмкіндігі шектеулі балалары бар болса, осыны үйреніп алып, оны ата-анасы баласына үйрете алмайды да, бірақ осындай мамандарда біздің аймағымыздың мүмкіндігі шектеулі балалардың ата-анасын кеңес қоғам ұйымы осы орталығымызда біздің жаңадан маман пайда болған. Сол кісі осы сабақты үйретіп жүргізеді. Сондықтан осындай мүмкіндігі шектеулі баласы бар ата-аналар ом тілін үйрену ниеті бар болса, біздің осы орталыққа келіп ом тілін үйренуге болады. Оқытудың мақсаты қатысушыларға ымдау тілінің бастауыш деңгейдегі білімі мен дағдысын меңгерту арқылы есту қабілеті шектеулі азаматтармен қарапайым деңгейде қарым-қатынас жасау мүмкіндігін жасау, мемлекеттік және қоғамдық қызметтердің қолжетімділігін арттыру болып отыр дейді. Еліміздің мүмкіндігі шектеулі балалары бар ата-аналар қоғамының аймақтық бөлімшесінің төрағасы Ерлан Төңкерұлы. Денсаулық сақтау орны мүмкіндігі шектеулі балалардың ата-аналар қоғамы және де қобда аймағындағы мүмкіндігі шектеулі адамдардың даму орталығы деген орталықтан ұйымдастырып, жас кісіге ом тілін үйретіп жатырмыз. Бұл алғашқы сатылы оқыту. Бұл ом тілі дегенде біздің аймақта бір 200-дей адамға аса қажет. Жалпы соның ішінде мына қоғамдық үкіметтік ұйымдар, халыққа даяшылық істеп отырған ұйымдарға үкіметте тақауыр қойылған алғашқы сатылы келген адамдарға, сондай адамдарға өзінің сол ом тіліменен қатынасты қалыптастыру керек деген заң жобалар жоғарғы жердің шешімдері шыққанға байланысты аймағымыз осыны енді ұйымдастырып жатырмыз. Бұған жаңа қобда аймағындағы мүмкіндігі шектеулі адамдарды дамыту орталығының маманды мұғалімін шақыртып істеп жатырмыз. Мекеме ұйымдар, соның ішінде денсаулық сақтау ұйымының адамдары белсенді қатысып жатқанына қуанышты отырмыз. Заң орындарына және де осы халыққа даяшылық істейтін негізі даяшылық орындарының адамдарына айтқанбыз. Біраз үкіметтік ұйымдардан адамдар келіп оқып жатыр. Бұл енді қоғамдағы нәзік топтардың, соның ішінде жаңағы есту қабілеті, тіл сөйлей алмайтын адамдарға арналған оқыту. Бұл ом тілі деген нәрсені адам баласы жалпы білетін тіл. Бұны енді ғылыми түрде айтсақ, біздің алғашқы жаратылу тіліміз ом тілі. Бұны үйреніп, зейін қойып үйренетін болса, бұған қиындықтар жоқ. Енді осындай балаларды, осындай ынтылы керекті адамдарға біз сол адамдарға үйретпегеннің зардабын тауып отырған жағдайларымыз көп. Осы соңғы жылдары мысалы сондай адамдар мысалы керекке байланысып, қандай бір жағдаймен өзінің құқысын қорғайтын мүмкіндігінен айырылып жатқан жайттар бар. Соған байланысты енді осыны тыңғылықты түрде алғашқы сатылы, орта сатылы, жетілдірілген сатыда деген 3 сатыменен үйретейік деген ниеттеміз. Сіздерде осы маман жоқ па? Не үшін қобда аймағының осы маман жоқ? Ал енді бұл өте күрделі мәселе. Біздің аймақта қазақша ом тіліменен сөйлесетін ешқандай маман жоқ. Биыл енді біздің ұйымдыққа бір Қазақстаннан тауысқан, соған бейімделген, жаңағы енді моңғолша айтсақ келжасыл дейміз. Осыған маманданған бір бала бар. Онда да біз ары қарай қазақша ом тілін сөйлеттіру мүмкіндігін жасату жағын ойлап жатырмыз. Ал біздің өзімізде маман жоқ. Дайындаған мамандар болды. Оны керектену үшін үкімет тарапынан, аймағымыздың тарапынан қандай бір саясат қолданып, бұны халыққа жеткізбесе, көп адамдар сөйлесе бермейтіндіктен бұл ұйымдастыру өте қиын болды. Ал мен осыға байланысты өзім 2010 жылы қазақ балаларына арналған ом тілінің әліппесін жасаған кісімін. Жаздырттық, оны үйреттік. Бірақ осыны ары қарай алып, сол керекті балаға, керекті адамдарға керектендіретін қолайлы мүмкіндігін жарататын саясат жоқ болып тұр. Оған ата-ана да міндетті, қоғам да міндетті. Біздің жаңағы білім саласының дадағы жауаптанатын бір түбегейлі үлкен шаруасы болып тұр ғой. Сондықтан осыны қалыптастыру, осыны бір жүйеге келтіру жөнінде аймақ әкімдігі дағы атсалысып жатыр. Соған байланысты біз осыны ұйымдастырып жатырмыз.
Аталмыш оқытуға аймағымыздың мемлекеттік және үкіметтік емес денсаулық ұйымдарының 20-дан астам дәрігер дәрбикелері мен мамандары қатысып жатыр. Біз шара барысында аймағымыздың бұлғын сұмынынан келіп оқытуға қатысушы аурухана қызметкеріне микрофон ұсындық. Кеш жарық баршаңызға. Мен Байнөлке аймағының бұлғын сұмынынан келіп қатысып жатырмын. Амантай қызы Нұрсәуле. Алғашқы жүріліп жатқан осы ым тілінің оқытуына арналған іс-шараға келіп қалдық. Оқытылуы, яғни әріптерді үйрендік, содан кісілермен қалай қатынасу, сол жайында болды. Алғаш келіп қатысып тұрмын. Бұлғын сұмында болғанда осындай іс-шара бұрын соңды болмаған, және де кісілерге әріп үйретпеген, сондықтан ары қарай бұлғын сұмына барып осыны көрсетіп үйреткізем деген ойдам. Қажетті деп ойлаймын. Және де ауруханаға керекті бірінші нөмірдегі тұрғандықтан осыған ары қарай іс-шарасына қатынасам деп ойлап тұрмын. Өте күшті үйретеді екен, сабақтары әдемі жүрілді. Сосын Қобда аймағынан келіп біздің осы Байнөлкемізге келіп үйретіп жатыр екен. Осы кісіге көп рахметімізді айтамыз. Жұмысынан табыс тілейміз. Рахмет. Ымдау тілін әсіресе денсаулық қызметкерлері мен еліміздің мүмкіндігі шектеулі балалары бар ата-аналар қоғамының аймақтық бөлімшесі қызметкерлеріне үйрету ең өзекті мәселе болып табылады. Осы мәселені шешу мақсатында аймақ басшылығына өтініштер жолдап отырмыз дейді бөлімше төрағасы Ерлан Төңкерұлы. Бұл енді ата-аналарға да керек қой. Әрине, бізде енді алғашқы сатылы сауаттарын ашқан адамдар бар. Біз былтырғы жылы осы ұйымдықтың сол жаңағы моңғолша даярлаған ұстаздарының көмегіменен ата-анаға, балаға, мұғалім үшеуін қатар отырғызып қойып, мысалы 4-5 балаға үйреттік. Нәтижесі шығып тұр. Енді осыны ары қарай сондай адамдарды, осы адамға осындай ынтылы керек, осыны қайткенде оқыту керек, осыны қоғамдық қатынасқа кіргізу үшін осы кісінің құқығын қорғау керек дегенге, мысалы біздің бақ әкімдерінен тартып, бақтың адам құқығын қорғайтын жаңағы әлеуметтік қызметтерден тартып, осыны бір жүйеге келтіріп, осыларды ұйымдастыратын болса, оқып кетеді ғой. Мысалы Қобда аймағының көптеген адамдары, тіл жоқ адамдар ым тіліменен еркін сөйлей береді мысалы. Біз сонда моңғолша ұқтыратынбыз, қазақша ұқтыратын бізге екі ым тілінің мұғалімі керек болып отыр, екі тілдің. Сондықтан осы жолғы үйретіліп жатқан сабақ болғанда моңғолша мемлекеттік тілде, мемлекеттік қоғамдарға қатынастық жасау ретінде оқытқызып жатырмыз. Ары қарай ата-аналарға оқытылуы мүмкін бе? Оқытуымыз қажет. Енді ол ата-аналар өзінің отбасында, өзінің басында сондай қиыншылығы бар болса, сол баласына менен өзі қарым-қатынас жасау үшін содар өздері оқытып бер десе, оқытуымыз керек. Соның артына түсу керек. Сол тек ата-анасы емес, сол семьядағы адамдардың барлығы осыны оқу керек. Біздің аймағымызда жақсы мысал бар ғой. Мысалы, базарда тұратын Ерлайда азамат пен азаматшалар бар. Олар өздері еркін қатыса алады, бала-шағалар еркін сөйлей алады. Сондықтан бұл әр адам, барлық адам оқу емес, өзіне қажеттілігі бар адамдар осыған атсалыстыратын болса, біз мүмкіндік жасап беруге дайырмыз. Әрине, өтініш беретін болса, ұйымдастырып, қалай да ұйымдастырып беретін мүмкіндіктер бар. Бұл ым тілі болғанда екіге бөлінеді. Біреу әріп тілі. Ол сауатын ашу керек. 42 әріпті мысалы менен оқып жаза алатын мүмкіндік, әріп танытқаннан кейін оқып жаза алатын мүмкіндікке жетеді нәтижесі. Ал енді сөйлем тілі дейміз. Оған бірталай күрделі шаруалар жасалады, бірақ негізінде шұғылданған адам 1 ай, 2 айдың ішінде толық игеріп кететін мүмкіндік бар. Ым тілінің оқытуы ертеңге дейін жалғасады. Аймақтық денсаулық басқармасы мен еліміздің мүмкіндігі шектеулі балалары бар ата-аналар қоғамының аймақтық бөлімшесі мұндай оқытуларды алдағы уақыттарда да ұйымдастыруды мақсат етіп отыр. Еліміздің үкіметтік емес ұйымдары туралы заңының 5-ші бөлімінде үкіметтік емес ұйымдары жылдық есептерін қорытындылап, жинақтап, ақпанның 15-іне дейін өз аумақтарындағы мемлекеттік тіркеу бөліміне келтіруге міндетті деп көрсеткен. Сондықтан аймағымыздағы үкіметтік емес ұйымдары бізбен бірлесе жұмыстап, жылдық есеп жұмыстарын қорытындылап, жуық арада бізге келтіру қажет дейді
Аймақтық мемлекеттік тіркеу басқармасының заңды тұлғалар тізімін жауаптанған маманы Алтынгүл Ағыбайқызы. Мен бүгін сіздерге үкіметтік емес ұйым туралы бір азғантай мағлұмат бере кетейін деп ойладым. Үкіметтік емес ұйым дегеніміз үкіметтік емес ұйымдар туралы заңның 4-ші бабына айтылғандай, азаматтар мен заңды тұлғалардың қоғамдық немесе жеке мүдделері мен көзқарастары негізінде өз еркімен құрылған, мемлекеттен тәуелсіз, өзін-өзі басқару қағидатымен жұмыс істейтін коммерциялық емес ұйымды атайды екен. Ал бұның түрлері, екі түрлері бар. Бұда біріншіде қоғамдық қызмет көрсететін және де мүшелеріне қызмет көрсететін. Осындай екі түрлері болады. Қоғамдық қызмет дегеніміз мәдениет, білім, гуманитарлық және жалпы қоғам игілігі үшін жұмыс істейді. Ал мүшелеріне қызмет көрсететін ұйымымыз тек өз мүшелерінің мүдделерін қорғауға, кәсіби біліктілігін арттыруға бағытталады. Ал енді бұл ұйымымыз үкіметтік емес ұйымдар туралы заңның 5-ші тарауында көрсетілгендей, біздің мемлекеттік басқару мекемесіне жыл сайын ақпан айының 15-іне дейін өзінің іс-шарасының есебін беріп кетуге тиісті. Бұл заңда көрсетілгендей, үкіметтік емес ұйым өзінің қызметі туралы есебін осы баптың 1-ші бөлігінде көрсетілген мерзімде мемлекеттік тіркеу басқармасына өткізеді деп көрсетілген. Бұл бойынша біздегі Баян-Өлгий аймағында тізімдеулі жалпы саны енді бізде 315 деп көрсетілген. Бұл 315 ұйымдықтан бізде ақпан айының 15-іне дейін есеп берілуге тиіс. Осы жайында мағлұмат берейік дедік. Сондықтан осы үкіметтік емес ұйымдар 2-ші айдың 15-іне дейін біздің ұйымдыққа келіп, өздеріңіздің өткен жылығы бір жылығы сондай енді жұмыс іс-шараларыңыз туралы есептеріңізді беріңіздер. Бұл есепті берер кезде біріншіде ұйымның мекен жайы, орналасқан жерін жазылу керек. Екіншіде атқарушы енді басшысының тегі, аты және байланыс мәліметтері түскен болу керек. Үшіншіде іске асырылған жобалар мен бағдарламалардың қысқаша таныстырылымы болу керек. Төртіншіде қайырымдылық пен көмектің мөлшері және оның көздері анық жазылған болу керек. Үкіметтік емес ұйым басшылары ұйымның құқығымен немесе сандық қолтаңба арқылы e-Mongolia жүйесіне кіріп, есептерін жылдам жолдай алады. Өте маңызды бір жайтты, ескерту маңызды жайты, есепті тек PDF форматында жіберу қажет. Немесе енді сондай-ақ қосымша ақпарат алу үшін 1800-1890 немесе 7011-3580 телефондарына хабарласуға немесе purtkil.gov.in сайтына кіріп мәлімет алударыңызға болады. Құрметті үкіметтік емес ұйым басшылары, уақытыңызды үнемдеп, есебіңізді e-Mongolia арқылы мерзімінде тапсырыңыздар. Үкіметтік емес ұйымдары жылдық есептерін заңда көрсетілген мерзімде келтірмеген жағдайда қайшылық заңы бойынша шара қолданылатын болады дегенді аймақтық мемлекеттік тіркеу басқармасының маманы атап өтті. Еліміз президенті жарлығымен аймағымыздан біраз азаматтар мемлекеттік орден медалдармен марапатталды. Мұнда еңбек қызыл ту орденімен Батырқан Орынбек, Қамбар Нарау, Жәкежан Сайлауқан, Сарғали Қуандық, Малтай Мусалар сыйланса, Алтын жұлдыз орденімен Қаблашым Қаптуан, Базарқан Жоямерген, Кеңшілік Есентай, Оңғыш Қазиза, Байжума Қуат, Қатыран Мизатқан, Әбілғазы Қалман, Шұқамай Молданияз, Сайлау Тілеуқан, Зағпар Кәдір, Зүләй Пленум, Шайзан Қуандық, Қалдыбай Мұхаммед, Тұлқан Баршын, Сәниязбек Дәрия, Қуаныш Роза, Мәнкей Алтынгүл, Қуанбай Майрагүл, Қайсар Мүттәқан, Арпсыл Дума, Қарап Тәтендер марапатталса, еңбек құрмет медалымен Қаламқан Рысгүл, Ысқақ Айгүл, Абай Айжандар сыйланды. Ал әскери құрмет медалымен Қуаныш Тамысбек,
төмірку сумиялар марапатталды. Марапат иелерінің орден медалдары ертең айдың 4 күні 15 сағатта аймақ әкім іс басқармасының мәжіліс залында табыс етіледі. Ауа райының болжамы. Ақпанның 3 күнгі 20 сағаттан 4 күнгі 20 сағатқа дейінгі бір тәуліктік ауа райының алдын ала мәліметіне қарағанда, аймағымыздың барлық өлкелерінде көшпелі бұлтты, түнде өлкенің кей жерлеріне, күндіз ауданды бөлігіне қар жауып, тау жоталарда қарлы бұрқасын болады. Жел батыстан 3-тен 8 метр секунд мөлшерінде. Ауа температурасы барлық өлкелерде түнде 15-тен 20, күндіз 7-ден 12 градус суық болады. Өлге қаласы маңында көшпелі бұлтты қар жауады. Желдің жылдамдығы батыстан 3-тен 8 метр секунд мөлшерінде. Ауа температурасы түнде 12-ден 14 градус, күндіз 6-дан 8 градус суық болады. Ақпанның 5-нен 9-на дейінгі 5 тәуліктік ауа райының алдын ала мәліметіне қарағанда, айдың 5 күні түнде және 7 күні күндіз өлкенің батыс оңтүстік бөлігіне қар жауып, тау жоталарда қарлы бұрқасын болады. Желдің жылдамдығы 5-тен 10 метр секунд мөлшерінде. Ауа температурасы барлық өлкелерде түнде 23-тен 28, күндіз 11-ден 16 градус суық болады деп хабарлайды аймақтық су және ауа райы қоршаған ортаны зерттеу орталығынан. Сіздер ағымдағы ақпараттармен таныс болдыңыздар. Қадірменді радио тыңдаушылар, енді аймақтық салық басқармасының бастығы фестиваль Текенайұлымен өткізген тілші сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. Биылғы жылы аймағымызда салық кірісі қаншалықты деңгеймен өткен жылы орындалды. Бұл 2025 жылғы салық кірісі көбінесе асыра орындалды деп жатырсыздар. Бұл енді қай салық түрлері асыра орындалды әсіресе? Осы мәселе төңірегінде осы сұхбатымыз бастап отырайық. 25 жылға аймақтық салық ұжымы өзінің берілген жоспарын тыңғылықты атқарып 90-нан жоғары пайызбен және салық түрлері орындалды деп айтуға болады. Салықты мемлекетке кіргізетін салық, аймаққа кіргізетін салық, сұмының өзінің жергілікті жеріне кіргізетін салықтар деп өстіп 3 топпен жұмыстаймыз. Біз өткен жылы барлығы 3 жерге кіретін салықтың жоспары 45 миллиард 843,4 миллион төгрөгтің жоспарын алып жұмыстағанбыз. Тұстан 41 миллиард 733,1 миллион төгрөгтің жоспарын кіргізіп 91% орындап шықтық. Жоғарғы айтылған мемлекетке кіретін, аймаққа кіретін, сұмынға кіретін салықтарды айтсақ, мемлекетке кіргізген салығымыз және дүз 8%-пен орындалып отыр. 3 миллиард 692,1 миллион төгрөгтің жәнегі жоспары бар болатын. Осыдан 4 миллиард 9,8 миллион төгрөгтің жәнегі жоспарын кіргіздік. Аймаққа кіретін кірістің жоспары 7 миллиард 265,9 миллион төгрөг болған. Осыдан 4 миллиард 495,7 миллион төгрөгтің жәнегі жоспарын кіргіздік. Бұл 65%-пен шығып отыр. Сұмынға кіргізетін кірісін салығы 34 миллиард 885,4 миллион төгрөгтің жәнегі жоспары бар. Осыдан 33 миллиард 227,5 миллион төгрөгтің жәнегі жоспарын кіргізіп 95,2%-пен салық жоспардары орындалып отыр деп айтуға болады. Аймақтық салық кірісінің толыққанды орындалмауына не себептер бар? Аймақ жалпы 2025-те жергілікті жерінің кірісіне қайтадан аймақ құрылтайымен бекітіп 9-ай кезінде қайтадан өзіне қосымша жоспар берілген. Осыған байланысты аймақтың кірісі төмен қарай тартылған себептер бар. Ода жалпы бүйтіп айтатын болсақ, қаржы министрлігінен келгенде жергілікті жердің кірісі 34,4 миллиард төгрөгпен жоспарланып келген болатын. Оның жаңағы аймақ сұмын өз құрылтайынан 7,8 миллиардпен қосып жоспарланған. Әрине бұл айтатын болсақ, жергілікті жер 7,8 миллиард төгрөгтің салық кірісін өзіміз табамыз деп және жоспарланған. Осы жоспар арқылы аймақтан және сұмыннан құрылтайынан бекітіліп шыққандықтан осыны біз сұмын аймақ деп жоспардарға жұмыстағанбыз.
осыған байланысты аймақтың кейбір кірістері орындалмай қалған. Бұда айтатын болсақ, сумындардан және орындалған сумында бар 90-нан жоғары процентпен орындалған сумындар. Ал аймақ кірісі болып салық кірісі орындалып, салықтан тыс кіріс орындалмай қалып отыр деген сөз. Салықтың түрлері бар ғой. Салық кірісі, салықтан тыс кіріс деген болады. Соның және салық кірісі орындалды да, салықтан тыс кірісі орындалмай қалған жайты бар. Бірақ орындалмаса да 60%-пен кірістер орындалып отыр деп айтуға болады. Жыл сайын орындалмай отыратын салықтың қандай түрі кірістері, қандай түрлері бар? Жоғары айттым, салық кірісі, салықтан тыс кірісте. Бұл жалпы мемлекет салығында да, аймақтық салықта да, сумындық салықта да өздерінің жоспарлары бар. Бүйтіп айтып көретін болсақ, жеке азаматтар кірісі деп айтуға болады. Бұл кірістің 70-тен жоғары пайызға дейін кіріс кіреді, жеке азаматтарының кірісі. Бұл да мемлекеттік ұйымдықта жұмыстайтын азаматтарының жалақыдан алатын кіріс. Оның сыртында жеке азаматтарының өздері жұмыс жасап кіріс тапқан жағдайда осыған кіретін кірістер деген болады. Оның сыртында банкіде, есеп сотында сақтатып қойған ақшадан кіріс алады. Осы түрдер деген сөз. Осы жалпы жеке азаматтарының кірісі 95%-пен орындалып отыр. Шаруашылық бірлігінің үкіметке 60%, жергілікті жерге 40% кіруге тиісті. Осы кірісіміз 75%-пен орындалып отыр. Шаруашылық бірліктен кіретін кірістің. Одан жылжымайтын мүлік салықтары бар. Осы мүлік салығымыз биылғы жылы 193%-пен орындалып отыр. Бұның ішінде мүлік деп айтатын болсақ, жылжитын, жылжымайтын мүлік десек, машинаның салығы бар, жылжымайтын мүлігіміздің өзінің салығы бар. Оның сыртында құқықтық қару және мылтықтың салықтары осы жылжымайтын мүліктерге кіреді. Малдың салықтары тағы жылжымайтын мүліктерге деп бүйтіп кіріп жатыр. Осы кірісіміз біздікі 193%-пен орындалып отыр. Одан кейін айтарымыз төлемдер бар, төлемдеріміз 83,4%-пен орындалып шығып отыр. Бұл төлемнің ішінде жер қазба байлығының қоң байрақ, қайрақ, сарыбатпақ деген сияқты осындай түрлері. Оның сыртында қоқыс дегендер төлемдер. Темдіктің құрамынша дейміз енді. Осының төлемдері мысалы. Осыған байланысты төлемдер жалпы 83,4%-пен орындалып отыр. Жердің төлемі бар 80%-пен орындалып шықты. Одан кейінгі төлеміміз аңнан кіретін, судан кіретін, тоғайдан кіретін кірісіміз бар. Бұл 98%-пен орындалды. Жоспарлары. Жалпы аймақ көлемді, аймақ сумын көлемді ғой. Одан кейін бір айтарым, салықтан тыс кіріс бар. Осы салықтан тыс кірісіміз 60%-пен орындалып қалып отыр. Аймаққа 65%-тің шыққан деңгейі осы салыққа байланысты, кірістерге байланысты. Сондықтан осымыз 60%-пен орындалғанға байланысты аймақтың кірісі төмендірек шыққан себебі бар. Бұған кіретін кіріс жалпы көп болмайды. Мысалы, мына полициядан кіргізетін, жол қатынасына кіргізіп, қайшылық шыққан болса, айыппұл салып жатады. Осының кірісі салықтан тыс кіріске кіруге тиісті. Осы. Оның сыртында мына аудит деп айтамыз енді. Ұйымдық мекемелерді тексерген жағдайда аудиттан қандай бір төлем қойылады. Төлемнің ақшасы осыған кіреді. Қайшылықтар шыққан жағдайда. Бұнда мемлекеттік аудит, жергілікті жер, аймақтың әкіміне қараған аудит, екі ұйымдық бар ғой. Осыдан кіретін төлемдерінің ақшасы осы салықтан тыс кірістерге кіріледі. Енді осы орындалмай отырған кейбір салықтардың түрлерін толыққан алдағы уақытта нақты орындату үшін не істеуіміз керек деп отырсыз? Салық басқармасында тіркелген шаруашылық бірлік жеке азаматтарының қарызын жинап алып уақытында. Біз жалпы 26 жылы осыған ерекше мән беріп жұмыстайды деп отырмыз. Бізде өткен аптада аймақ әкімі келіп салық басқармасымен жұмысымен 25-те, 26-та істелетін жоспарлар туралы кездесу жасадық. Осыған да аймақ әкімі де салықты айдың басынан, жылдың басынан салық түрлерін орындау тапсырмалар берілді. Орындау үшін біз мемлекеттік салық, аймақтық салық, сумындық салықтарды өзінің белгілі деңгейге дейін апарып орындау үшін бізге тапсырмалар берілді. Әрине бұл келесі мемлекеттік ұйымдықтармен бірігіп жоспар құрып жасап, осыған біз салық түрлерін орындау үшін 26 жыл жұмыстаймыз деген жоспарда отырмыз деп айтуға болады. Енді сумындардан салықты кірісін нақты орындай алмай отырған сумындар бар ма? Сумындарда орындай алмай отырған сумын жоқ, бірақ өзінің берілген сумындар орындалды. Кейбір сумында бізде жұмысшыларымыз, мысал болған сумын деп айтатын болсақ, жұмысшымыз жоқ, 1-2 ай жұмыстап жүрген кісіміз жұмыстан шығып кетті, келесі оның орнына барып жұмыстайтын кісіміз мемлекеттік сын жарияланып, содан өткен кісіні апарып береміз деп жүріп 1-2 ай уақыты
қалып қалған жағдай бар. Ал кейбір сұмындардың орындалмаған себебі бар. Әрине бұл аймақтан құрылынан бекітіп барған жоспарға қосып сұмын өзі қайтадан жоспар бекітіп отыр. Осыған байланысты сұмын өзінің кіріс орындалмай қалған себептер бар. Салық басқармасынан 25-те жоспарлаған жоспарын бізден сұрамай өздері қосымша жоспар жасап барып, және сол жоспармен қалып қойған себептер де бар. Ол әрине біз енді сұмынның әкімдеріне, сұмынның құрылтайына да, басшыларына да, және бізде жауаптанып отырған салық инспекторларымен жалғасып біз айтып отырмыз. Аймақтан бекітілген жоспарды өздерің сол жоспармен жүріңдер. Ал артық жоспарлап, оның жылдың аяғында орындалмай қалатын болса, өздеріңіздің және жергілікті кірістеріңіздің кірмей қалатын болса, үкіметтік жұмысшылардың мүмкін айлығы, мүмкін жоспарлаған жұмыстың ақшасын бере алмай қалатын отыр. Сондықтан кіріс кіріп барып, жәнегі жұмыс жүрілетін болғандықтан осыған ерекше бір мән беріңдерші деген. Және аймақ әкімінде де, осыған сұмынның басшыларына да, салық басқармасына да осыны ерекше және айтып отырмыз. Аймақтан бекітілген алдағы 2026 жылғы, яғни биылғы жылғы салық кірісінің жоспары қандай? Биыл 2026 жылғы жоспарды 2025 жылы аймақ құрылтайынан бекітіліп шыққан барлығы 46 миллиард төгіректің және жоспарын алғанбыз. Сол жоспарды біз алып сұмындарға жеткізілген. Сұмындар қайтадан және 2,3 миллиард төгіректің үстіне қайтадан қосып жоспарлап салып отыр. Сондықтан мен жаңа жоғарыда айттым, сұмын өзі жәнегі сұмыннан кіргізетін жоспарын өздері бекітеді, өздері тоқтатады. Бірақ статистик цифрларға, мәліметтерге қарап жоспарын қосса деп ойлаймын. Ал бізде ондай жәнегі сұмыннан ондай ешбір жәнегі статистиканың мәліметтер алмай, біз осындай кіргіземіз деп аймақтан барған, мысалы санның үстіне қайтадан өздері жоспарлап отырады. Сонда біз биылғы жылы 26 жылы 48 миллиард 381,7 миллион төгіректің жоспарымен жұмыста қай отырмыз. Аймақтық азаматтар өкілдері құрылынан, жаңа сұмындық азаматтар өкілдері құрылынан кейбір жағдайда жаңа салық жоспарын асырып, қосымша жоспар береді деп айтып отырсыз ғой. Бұндай жағдайда салықтың түрлері қосылып кетуі мүмкін бе? Салықтың түрлеріне қосып отыр ғой. Жеке азаматтардың кірісінің салығын қосып отыр. Біз осыдан мынандай төгіректің және салығын кіргіземіз деп өздері жоспарлап отыр. Аймақ мысалы 46 миллиард төгірекпен және жоспарын бекіткен болса, енді бұл аймақ құрылтайы және аймақтың өзінің сұмындардың жоспарын бекітіп береді ғой. Оның барғаннан кейін сұмын өзі құрылтайынан салықтың түрлерін, салықтың жоспарын бекітеді. Сөйткенде өздері біз артық осындай ақша табамыз деп сұмын құрылтайына қайтадан салығын жоспарлап салып отыр. Соны біз сұмындықтарға және сұмынның құрылтайы, сұмынның әкімдеріне аймақтан барған санның және жоспардың үстіне қосымша қайта салық түрлерін қоспаңыздар дегенді және аймақтың орынбасары да, аймақ әкімі де, салық басқармасы да және ерекше айтып отыр. Салық түстердің сұмын құрылтайының өзінің істеуге тиістінің бір ерік деп айтамыз, өздерінің құқықтары. Бірақ бекітсе де салықтың статистикалық мәліметтеріне қарап, біз 26-та мекен, 25-те мекені осындай жоспарды құрсақ, біздің кірісіміз орындала ма, орындалмай ма дегенді және бізден салық басқармасынан ешбір сұрамайды, алмайды. Аймақпен біз бірігіп жұмыста отырмыз. Аймаққа біз және салық басқармасындағы тіркеуде бар жеке азаматтардың кірісі, шаруашылықтық бірліктердің кірісі, осыған сәйкес аймаққа біз мәліметтерін шығарып беріп, мүмкіндік бар, мүмкіндік жоқ дегенде аймақ әкімінің орынбасарымен аймақ әкіміне таныстырып және жоспарлап отырмыз. Енді мына салықтың жеңілдіктері көрсетіліп жатыр ма? Жалпы салықтың жеңілдіктері көрсету туралы заңда бар ғой. Бұл заң қаншалықты жүзеге асады? Жалпы салық жеңілдігі әсіресе астанамыз Ұланбатыр қаладан алыс орналасқан аймақ сұмындарға көптеген жеңілдіктер бар ғой. Ең бізде көп жеңілдік алатын жеке азаматтар. Қазір біз мұнда жылдың аяғының есебін алып жатырмыз. Осыған байланысты жеке азаматтар, шаруашылық бірліктері жеңілдік алатын мүмкіндіктері өте жоғары. Бұрын салық түрлері 10%-бен жүрген болса, қазір белгілі бір мөлшерде 1%-ке дейін және салығын төлейтіндей мүмкіндіктер жасалған. Былай айтатын болсақ, біз өткен 25 жылы 1539 және салық төлеуші жеке азаматтарға 2 миллиард 386,4 миллион төгіректің және жеңілдігін беріппіз. Қайтарым беріппіз біз. Бұл алғаш рет пәтер үй сатып алған, немесе үй салған жаңадан алғаш рет. Екінші ретте болмайды, алғаш рет бір кісі бір рет жеңілдікке кіре алады.
осыған байланысты жеңілдік көрсетілген. Оның сыртында студенттер шетелде, іште, жаңағы Улан-Батырда екен өзімізде оқып жатқан студенттерді оқыған төлемнің 10%-ын жаңағы жеңілдік ретінде қайтарып беріп отырмыз біз. Осыған шыққан ақша былтыр мысалы 1539 азаматтарға 2 миллиард 386,4 миллион доллардың жаңағы жеңілдігін көрсетеміз. Жаңағы шаруашылық бірлігі бар. Шаруашылық бірлігі болғанда бұда да көптеген жаңағы жеңілдіктер бар. Астанамыз Улан-Батыр қаласына ұзақ орналасқан сұмындыққа жаңағы 90%-ның жеңілдігін көрсетеді. Бұл жаңағы шаруашылық бірлігінің өзіне көрсетіп қойған мүмкіндіктер. Осыны біздің кейбір кісілер пайдаланылмай отыр. Салық басқармасынан жаңағы салық төлеушілерге үнемі жаңағы электрон жүйеде жұмыс жеріне де барып, әрдайым жаңағы ақпарат құралдары арқылы біз жеткіземіз. Оны дайынбыз, жеткізіп те отырмыз. Салық басқармасына да шақырып ақпараттарды сабақ үйрету, мәлімет беру әрдайым жүріп отырады. Мысалы біз өткен жылы 17 шаруашылық бірлікке 225,6 миллион доллардың жаңағы жеңілдігін көрсетіпті. Бұл сан әлде қосылу керек деп ойлап отырмын. Өйткені бізде жергілікті жердің 90%-ның жеңілдігін алатын мүмкіндігі бар. Оның сыртында кіші өндіріс, мал шаруашылығымен айналысқан серіктестер енді осыларда да және 50%-қа дейін және жеңілдік алады. Бұда ең бір жеңілдіктің алу үшін және ережемен көрсетілген, заңында да бар, салық заңдарында көрсетілген. Ең бір дегенде жаңағы салық басқармасына есебін қос, оның уақытында шыққан салығын уақытында төле, одан кейін 2-3 кісінің жұмыс орнымен қанымда деген тақауырдар бар. Осы тақауырдар орындалған жағдайда жәнегі жеңілдіктерге кіретін болып отыр. Біздің салық төлеушілер қайтеді, салық есебін уақытында берсе де, уақытында салығын төлей алмай қалады. 2-3 кісі мүмкін жұмыста бар болса да, әрине салыққа жасырып, көрсетпей тастап тастайтындар да бар мысалы. Ол енді ашық айту керек. Осындай да мүмкіндік тұрса да өздері қолданып шыдай алмайды. Өйткені салық заңында есебін бер, уақытында салығын төле, сен төлеген салығын қайтарып ал деп отыр. Және жеке азаматтарда да сол. Төлеген салығын төлеп алғаннан кейін қайтарып алады деген сияқты. Я осы заңдар жаңағы біздің салық төлеушілер, шаруашылық бірліктер көбінде қолдана алмай қалатын жағдайлар бар. Енді сұхбатымыз түйіндегі өзіңізге соңғы сауалымыз мынау көбінесе жинақталған салық кірісінен жиналған қаржы мынау көбінесе қазір қай салада жұмсалып жатыр? Осы мәселе туралы сұхбатымыз соңында. Бізде кіретін салықтың көбі сұмынға кіріп тұр. Сұмынға кіреді. Сұмын және өздері құрылтайынан бекітіп, аймақтан барған санды бекітеді да, сол сұмын өздері жаңағы кіретін кірісін, жұмсайтын жұмысын жаңағы өздері жоспарлап кетіп жатыр. Сондықтан көп салық түрлері сұмынға кіріп отыр. Аймаққа қайта қосымша жаңағы сұмыннан, мысалы өлгей сұмынды алып айтып көретін болсақ, ең көбі өлгей сұмында. Мысалы биылғы 26 жылдың жоспары 48 миллиардтың 24 миллиарды жаңағы өлгей сұмында тұр. Өлгей сұмын қайтып айланып аймаққа қаржы беріп отырады. Сондықтан көбі жаңағы өлгей сұмын, жаңағы сұмынның өзінің кірістері деп отыр. Аймаққа түсетін салық түрлері өте аз. Өйткені салықтың заңдары, жергілікті жерінің заңына байланысты сұмынға өз кірісін өздері жоспарласын, өздері кіргізген кірісін өздері ары қарай қажеттілігін жұмыстасын деген жаңағы заңын көрсетілгендіктен әсіресе біздің жаңағы алғашқы халыққа даяшылық жасап отырған сұмының өзінің енді ерік емжесі дейміз ғой, құқығы бойынша өздеріне жаңағы күшіне беріп тастаған деген сөз. Сіздер аймақтық салық басқармасының бастығы фестиваль Текенайұлымен өткізген тілші сұхбатын тыңдадыңыздар. Бесбоғданың көсілген қойнауында, дастарханың жайылған қойлауында, ақ боз үйдің төрінде күй күмбірлеп, апалар жыр асығыс ей, той қамында Көшіп жүріп төрінде сайындала, көкпар тартқан үйретіп тайынбала, қыраттағы қырбаққа түлкі аунаса, құсбегілер бастайды дайындала. Найылге алтын бесігін, бақыттың ашқан есігін, аңсап жүр шетте қанша жан есінен кетпей есімін. Найылге алтын бесігін, бақыттың ашқан есігін, аңсап жүр шетте қанша жан
Сіздердің тыңдағандарыңыз Бай өлке алтын бесігім. Орындаған әнші Сағым Бейбітшілік қызы. Құлақтандырулар. Өлгисіміні бақтарының жиналысы мынадай бөліс бойынша жүріледі. Мұнда өлгисімінің 4-ші бақ жиналысы ақпанның 9 күні 10-нан 17 сағат аралығында 9-ші бастауыш мектепте, 6-ші бақ жиналысы ақпанның 9 күні 10-нан 17 сағат аралығында 5-ші мектепте, 5-ші бақ жиналысы ақпанның 10 күні 10-нан 17 сағат аралығында 2-ші мектепте, 8-ші бақ жиналысы ақпанның 10 күні 10-нан 17 сағат аралығында 3-ші мектепте, 11-ші бақ жиналысы ақпанның 11 күні 10-нан 17 сағат аралығында 1-ші мектепте, 10-ші бақ жиналысы ақпанның 11 күні 10-нан 17 сағат аралығында 5-ші мектепте, 3-ші бақ жиналысы ақпанның 12 күні 10-нан 17 сағат аралығында 10-ші мектепте, 13-ші бақ жиналысы ақпанның 12 күні 10-нан 17 сағат аралығында 4-ші мектепте, 2-ші бақ жиналысы ақпанның 13 күні 10-нан 17 сағат аралығында 4-ші мектепте, 12-ші бақ жиналысы ақпанның 13 күні 10-нан 17 сағат аралығында 7-ші бастауыш мектепте, 1-ші бақ жиналысы ақпанның 14 күні 10-нан 17 сағат аралығында 3-ші мектепте, 9-ші бақ жиналысы ақпанның 14 күні 10-нан 17 сағат аралығында 5-ші мектепте жүрілетіндіктен бақ тұрғындарын белсене қатысуға шақырамыз. Өлгисімін әкімі іс басқармасы. Қазақстанның Абай облысы Семей қаласындағы Әлихан Бөкейхан атындағы университет студенттерді қабылдайды. Бұл гуманитарлық ақпараттық технологиялар, экономика, бизнес және әлеуметтік бағыттар бойынша халықаралық талаптарға сай жоғарғы білікті мамандар даярлайтын жоғарғы оқу орны. Шетелден және басқа өңірден келетін студенттер үшін қолайлы жатақхана бар. Тәжірибелі ғалым ұстаздар сапалы білім береді. Байланыс телефондары қосу 770 0024 7882, қосу 770 06 43 43 56. Боғыт ұсымыны бірінші вақ тұрғыны Нұрланның нұр сәулесі ақпанның 6 күні 10 сағатта болатын сот жиналысына дайын болыңыз. Аймақтық сумнаралық азаматтық қылмыстық істердің алғашқы сатылы соты. Көңіл айтамыз. Байтуған қызы Қазира 1946 жылы Ақкөл қалашығында дүниеге келген. 1964 жылы Мұхаммедиұлы Шайзандамен отбасын құрып, 5 ұлы 5 қыз тәрбиелеп өсірген ардақты ана. Алғашқы еңбек жолын 1965 жылдан бастап аймақтық біріккен ауруханада қызмет атқарып, зейнет демалысына шыққан. Жұмыстаған уақытында көпке даяшылық жасап, көптің алғысын алып, өз ісіне жауапты ортасына сыйымды қызметін абыроймен атқарған, ұлын ұяға, қызын қияға қондырған ардақты аналардың бірі болды. Атқарған іс қызметін үкіметіміз жоғары бағалап, мемлекеттік 1-2 дәрежелі ана даңқы ордені, денсаулық саласының озат қызметкері, еңбек құрмет медалі, әлденеше реткі мекеме саңлағы, алтын жұлдыз орденімен марапатталған. Байтуған қызы Қазираның өмірден өтуіне байланысты жолдасы Шайзанда және балалары мен барлық ағайын туыстарына марқұмның жаны жәннатта, топырағы торқа, иманы жолдас болсын деп көңіл айтамыз. Алда берілетін қарқылық науқаны қабыл болсын. Аймақтық қариялар комитеті. Науқан қабыл болсын. Құрманбай қызы Алмажан марқұмның жетісі ақпанның 5 күні бейсенбіде Қазақстанның Ақмола облысы Жолымбет ауылы кент мешітінде 14 сағатта және Қарағанды қаласындағы күйеу баласы Серікболдың үйінен
Өмінқолдағы атасы Әбділдің шаңырағында беріледі. Атасы Әбділ, апалары Аққаз, Дәмет, жұбайы Уат, қайнағасы Бейбіт, балалары Күмісбек, Гүлбақыт, Гүлжібек, Асылбек, Ризагүл, күйеу баласы Серікбол және ағайын туыстары. Әкеғұлы Марғабылы Майқан марқұмның жетісі ақпанның 5 күні бейсенбіде өлгей сұмына 6-шы бақтағы шаңырағында беріледі. Ағалары Ерғабылы Дәукен, Медиқат, қайнағасы Қоспай, бауырлары Ғарифолла, Беже, Ғайнолла, Зайыбы Кәлибат, балалары Берікжан, Тілекжан, жеңгесі Әзібай, апайлары Қазира, Жаңылсын, Жәміш, келіні Гүлбақыт және қыз күйеу балалары. Күнсән қызы Қиба марқұмның 1 жылдығы ақпанның 4 күні 4-ші бақтағы баласы Қазидың шаңырағында беріледі. Балалары Ғайни, Қази, Зәйни, Тойлыбай, Бақытқазы және ағайын туыстары мен қыз күйеу балалары, немере жиендері. Байтуған қызы Қазира марқұмның 40-ы ақпанның 5 күні бейсенбіде 11-ші бақтағы шаңырағында және Қазақстанның Қарағанды облысы Ақтаудағы қайны Абдырахманның үйінен беріледі. Жұбайы Шайзанда, қайны Әбдірахман, балалары Телжан, Сәкен, Елік, Марал, Жанболат, Бекболат, күйеу балалары Бейбітқан, Берікбол, Санка және қыз келіндері. Дәлел Қанұлы Бөлкендік марқұмның 2 жылдығы ертең ақпанның 4 күні Теңгіл сұмыны 8-ші бақ Аққолдағы шаңырағында беріледі. Ағалары Зауатқан, Бақыт, жеңгесі Күлдеш, Зайыбы Күлзира, балалары Нұртуған, Күнтуған, Ақтілек, Нұрберген және қыз күйеу балалары. Ауғанбайұлы Амангелді марқұмның 2 жылдығы ертең ақпанның 4 күні сәрсенбіде Делуін сұмын орталығындағы шаңырағында беріледі. Анасы Әзира, ағалары Мусақан, Октябрь, Зайыбы Айнагүл, балдызы Ербол, бауырлары Ырысқан, Бұлғымбай, Аманжол, балалары Айбол, Қиялбек, Ақбөкен, Мейірбек және қыз күйеу балалары, келіндері мен ағайын туыстары. Хабар айтамыз. Ақкөл қалашығының тұрғыны Баймұратұлы Бағдәурен Ұланбатыр қаласында мезгілсіз қайтыс болды. Марқұм Бағдәурен ақпанның 4 күні өлгей сұмыны 4-ші бақтағы ағасы Әсеттің үйінен шығарылып, Ақкөлге жерленетіндігін хабарлаймыз. Хабарлаушы бауыры Бақберген, апасы Күлей, ағалары Шаймұрат, Саймұрат, Сейіт, Әсет, Асылқан, Бекежан, Бекболат, Ерболат, апай Лейла, жезделері Манат, Аман, Марат. Өлгей сұмыны 9-ші бақ тұрғыны Ниязқанұлы Жаңғалған кеше ақпанның 2 күні мезгілсіз қайтыс болды. Марқұм Жаңғалған ертең ақпанның 4 күні 9-ші бақтағы зиратқа жерленетіндігін хабарлаймыз. Хабарлаушы бауырлары Сәрсек, Әділбек, Адалбек, Бако, жеңгесі Майра, нағашлары Мергенбай, Мейрамхан, қарындасы Бақа, қызы Алтынай, қайнатасы Қабай, қайнағалары Қабылай, Шерікбай, Серікбай және жезделері, апайлары, қыз күйеу балалары. Жентекей Атантай руылы Қафуранұлы Бүйрекбай 80-ге қараған шағында бүгін айдың 3 күні қайтыс болды. Марқұм Бүйрекбай ертең айдың 4 күні Көкшетау облысы Елтай ауылына жерленетіндігін. Жетісі ақпанның 10 күні сейсенбіде Ноғыныр сұмындағы баласы Кәменнің шаңырағында берілетіндігін хабарлаймыз. Хабарлаушы Зайыбы Сағынған, бауырлары Идан, Манарбек, балалары Кәмен, Әлиза, Нина, Айбек, Болатбек, Нұрбек, күйеу баласы Еркін, Адай, немерелері Рахмет, Нұрахмет. Алтай сұмынынан Қазақстанға қоныс аударған Төрерұлы, Қалқабайұлы Кәрібай ақпанның 3 күні бүгін қайтыс болды. Марқұм Кәрібай ертең айдың 4 күні Астана қаласы Қоянды ауылына жерленетіндігін хабарлаймыз. Хабарлаушы аға бауырлары Баян, Байлқан, Аман, Баянқан, Базарбай, Мұратбек, Өмірбек, жұбайы Қанипа, жездесі Құрмет, әпекесі Алданыш, қарындасы Майра, қызы Інжу, күйеу балалары Күнтуған, Мәди
және ағайын туыстары. Сеңгіл сумына 3 бақ тұрғыны Уағырулы Ясинұлы Мешін Қонқа бүгін ақпанның 3 күні қайтыс болды. Марқұм Мешін Қонқа ақпанның 5 күні бейсенбіде Аққолдың Ақтомпағына жерленетіндігін хабарлаймыз. Хабарлаушы анасы Сағи, ағалары Айып, Сансызбай, Жәмік, Шәк, Дамыс, Дағыс, бауырлары Арқалық, Ергейік және әбеке жезелері мен ағайын туыстары. Қадірменді радио тыңдаушылары, бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Аман, сау болыңыздар.